Сәлеметсіздер ме? Сіздерге ұлағат желілік қоғамдастығының бірлескен жұмысын ұсынғалы отырмын. Жалпы, желілік қауымдастық туралы айтқан Энн Либерманның сөзінен бастағым келіп тұр. Желілік қоғамдастық, оқыту қоғамдастығындағы жүріп жатқан ақпарат алмасу үдерісі, мұғалімдердің тәжірибесі мен жұмысының мазмұнын арттырып, оған тартылған адамдарды өзара тығыз байланыстырып, олардың сырт көзге көрінбейтін күнделікті жұмысына түр береді. Ұлағат желілік қоғамдастығы 2018-2019 оқу жылынан бастап өз жұмысын бастаған. Бұл желілік қоғамдастықтың құрамында номері 12-ші, 14-ші, 16-ші, 17-ші, 19-ші, 23-ші мектептер бірігіп жұмыс жасаудамыз. Былтырғы оқу жылына құрылған жоспар мен жұмыс жасап, жыл соңында осы жұмыстарымызға свод талдау жасалып, мықты және әлсіз тұстарымыз анықталып, жаңа оқу жылына осыны ескере отырып жоспар құрылды. Біздің мақсатымыз оқыту үдерісінде туындаған қиындықтар мен кедергілерді шешу жолдарын бірлесе қарастыру, өзара іс тәжірибе алмасу, мұғалімдерге жан-жақты қолдау көрсету, оқушының оқуға деген қызығушылығын арттыру. Міндеттеріміз желілік қауымдастықты құру арқылы ой бөлісу, тәжірибе алмасу, білім мен білікті дамыту, ортақ шешімге келу, ортақ жұмысты жоспарлау, мұғалімнің кәсіби қызметіне көмек көрсету, педагогтардың ақпарат алмасуына жағдай жасау, мәселені бірлесе отырып талқылау, талдау, ақпарат бөлісу, үздік педагогикалық тәжірибелерді тарату, желілік қоғамдастықтың әрбір мүшесіне қолжетімді деңгейдегі біртұтас ақпараттық педагогикалық ресурс қалыптастыру. Жетекші мектеп пен серіктес мектептердің ақпарат алу және кері байланыс алу құралы, электронды почта, онлайн конференция, скайп. Күтілетін нәтиже, мұғалімдер үнемі ізденісте болып, үздіксіз кәсіби дамиды. Бірлескен жұмыс нәтижесін көре алады. Іс-әрекетті зерттеулер нәтижесін көреді. Критериалды бағалау жүйесін қалыптастырушы бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау, шынайы, сеніммен қолдана алады, модерация жұмысын жауапкершілікпен атқарады. Мектеп бойынша сыныптағы, оқушыдағы, мұғалімдегі өзгерісті көре алады. Мектептер арасында ынтымақтасқан орта қалыптасады. Жаңашыл, шебер мұғалімдер саны артады. Тәжірибе алмасу барысында бірнеше видео сабақтар түсіріліп, YouTube каналына жүктелді. Педагогикалық шеберлік орталығының тренері Қазығұлова Гаухар Ясын қызының қолдауымен номері 14-ші орта мектеп гимназия ұстаздары Нұрсейітова Айгүл Қанапияқызы және Нұрпейісова Қуаныш Тыныштықбаевна бірігіп, қашықтықтан оқыту жағдайында білім алушыларға ашық тапсырмаларды ұсыну барысында скафолдинг тәсілін қолдану атты және Гаухар Ясын қызы мен номері 14-ші орта мектеп гимназиясының директоры Сансызбаева Жанар Тукашевна бірігіп, қашықтықтан оқыту жайында іс-әрекетті зерттеу деректерін жинақтау, талдау, интерпретациялау тақырыбында вебинарлар өткізді. Сансызбаева Жанар Тукашевна мен Асхат Әлімов бірігіп диалогтық алаң өткізді. Тақырыбы қашықтықтан оқыту жағдайында Listen Study зерттеулерін қалай жүргізуге болады. Қазіргі қашықтықтан оқыту жағдайында ұстаздарға көмек ретінде жоспардан тыс бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру жолдарын үйрету барысында
номері 14-ші орта мектеп гимназиясының және 16-ші орта мектептің тәуелсіз тренерлары Бұзаубақова Гаухар мен Нұрпейісова Қуаныш Тыныштықбаевна өз көмектерін көрсетуде. Сәлеметсіздер ме әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің кездесуіміз бөлім бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары құру бойынша сіздерде кездескен келелі мәселелердің шешуін анықтау үшін сіздерменен кездесіп отырмын. Қалай? 90 аяқталуға жақын қалды. Тапсырма құруға қарайсыздар, қандай қиындықтар болып жатыр, қандай көмек керек болып жатыр сіздерге? Сұрақтарыңыз болса? Жақсы, Бибігүл сұрағыңызға өте орынды сұрақ қойдыңыз. Енді Бибігүл, жалпы тыңдалым және айтылымға байланысты тапсырмалар тек 90-дық жиынтық бағалау кезінде бағаланады ғой. Сондықтан да бөлім бойынша жиынтық бағалау кезінде сіздер мүмкіндігінше тыңдалым айтылымға қатысты тапсырмалар алмай ақ қойсаңыз да болады. Ол тапсырманы сіздер күнделікті сабақта оқу мақсатын жүзеге асыру кезінде қолданасыз деген ойдамын. Желілік қоғамдастықтың мүмкіндіктері не береді дейтін болсақ, ұстаздар тәжірибе алмасады, тиімді педагогикалық тәжірибе таратылады, мұғалімнің кәсіби деңгейі артады. Алматы облыстық білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығының қолдауымен номер 14-ші орта мектеп гимназиясы республикалық нәтижеге негізделген білім интеграциясы жобасына еніп, Ақсу ауданы Абай орта мектебі, Көксу ауданы Жамбыл орта мектебі, Кербұлақ ауданы Нұрым орта мектептері жүктеліп берілді. Тірек мектеп ретінде өз іс тәжірибемізді тарату барысында облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде өткізілген іс-шараларға қатысудамыз. Бұған дәлел, номер 14-ші орта мектеп гимназиясының мұғалімі Қабдығалиева Айман Төлепбергеновна 11-ші халықаралық әлемді өзгертетін мұғалімдер атты конференцияға қатысып, мектеп тәжірибесін таратты. Жоғарыда аталған мектептер әлеуметтік желілерде белсенділік танытып, Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде YouTube каналына төмендегідей көрсеткішке ие болды. Бүгінгі күннің көрсеткіші жарияланған сабақтар 30%, тәрбиелік іс-шаралар 22%, вебинарлар 15%-ді көрсетсе, болашақта жарияланған сабақтарды 50%-ға, тәрбиелік іс-шараларды 45%-ға, вебинарларды 35%-ға жеткізуді жоспарлаудамыз. Ұлағат желілік қоғамдастығының әр мектептегі белсенді мүшелері бар. Жыл соңында жасаған жұмыстарымыздың дәлелі ретінде көптеген іс тәжірибе таратылып, жинаққа шығарылды. Бірнеше ұстаз өзінің авторлық бағдарламаларын шығарды. Жұмысымыз осымен тоқталмай, әрі қарай жалғасын табады деген сенімдеміз. Жасалып жатқан жұмыстар көрсетілген YouTube каналынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.